Папа, біздің рубрикамызды жалғастырып қойсақ ше, қалай болады? Сізге тағы бір екі сұрағым бар. Не жайында айта бер, қызым? Негізі махаббат жайлы. Қайдағы махаббат, сен папаң қой бе? Жоқ, енді мен 30-дамын мысалы. Сіз енді 60-ға келдіңіз ғой. Жас қосылған сайын 60-қа келген кезіңізде мысалы уже махаббаттарыңыз мамаға ол өзгереді ма? Басқаша болады ма, қандай? Махаббат, қызым, мамаңды негізімен махаббатпен алғам ғой. Бұл деген 88 жылы, 1988 жылы әңгіме ғой сен айтып отқан, қызым. Енді қазір енді махаббат десем өтірік болады енді. Қазір біздің махаббатымыздың бәрі сендерге, балдарға, немерелерге алып кеткен ғой, қызым. Бізде сыйластық деген нәрсе болады. Сыйластық, қазір енді шынында енді тек сыйласамыз, жақсы көреміз бір-бірімізді. Солай ғой? Бүгін негізі ағаның туған күні ғой. Сол балаларға тоже тағы бір сұрағым бар. Балаларға қатысты. Енді айтады ғой, балаларға тең қарау керек та. Мысалы, менде де 3 балам бар, сізде де 3 балаңыз бар. Бірақ мен байқағаным, мысалы, ағаға сәл қаталдау қарап атқан сияқтысыз. Үйге келсе, тоже қаталдау бір нәрсе айтып қоясыз. Не үшін? Жоқ, қызым, ол былай ғой. Қатал болғанда мен енді үшеуі менің балам ғой, Алла берген. Мен ол Қайратты бір бөлек, или Аянды бір бөлек, Заңғарды бір бөлек, сондай бір. Бәрін де жақсы көремін, өзің айтпақшы. Бірақ просто Қайрат көп неге айтам, кірсе де шықса да. Ол қызым халықтың алдында жүрген бала ғой ол. Енді Аян мен Заңғар ол жалпы осы қарапайым, былай айтайшы саған, көшедегі қандай қазақ жүр, сол сияқты балалар ғой Аян мен Заңғар. Енді анау халықтың алдында жүр ғой. Ол қазір, қалай айтсам болады саған, халық оны, Қайрат ағаңды потолокқа апарып көтеріп қойып қойды да. Енді ол одан кейін ары қарай тағы да бүйтіп басын көтеріп, сол потолок тесіп кетуі мүмкін. Ол дұрыс болмайды да. Мен айтатыным сол ғой оған тек. Кіргенде шыққанда деп атсың ғой, айтқанда. Қатал болып бір Қайраттың бір басынан ұрып жатқан жоқпын ғой. Просто айтамын, балам, сен дұрыс жүр, өйтіп жүр, сен халықтың адамысың. Осы ғой айтатын. Басқа мен оған ештеңе айтпаймын. Ол айтпадым, ол халық оны итак та жоғарыға көтеріп қойды. Енді ол одан ары қарай басын көтере беруге болмайды еш уақытта. Халықпен бірге, халықпен бірге жүргенін, соны ғана қалаймын мен, әйтпесе Қайратқа мен не қыламын, ол жас бала емес қой, өзі де 40-қа таяп қалды ғой. Бірақ әйтеуір әкесі болғасын, сенің көзіңе кішкентай көрініп тұрады, айта бересің ғой, балам өйтіп жүр, бүйтіп жүр деп. Әйтпесе біздің Қайраттың басбұзарлығы жоқ қой. Сол ғой қызым, әйтпесе не аламын мен сені ағаңа ұрсып, бір нәрсе, өзінің Құдайға шүкір 5 баласы бар. Солай қызым. Енді соңғы сұрағым. Енді біздің видеоларымызда астында көбінесе келіншектер осылай жазады екен. Сендерге дейді, қайнаталарыңыз қызым деп айтады. Қандай керемет деп айтады, қызым деп. Сол көбісі соларды таңалдырады екен. Сіз солай бізге айтып атқаныңызды, қызым деп бізге айтасыз ғой. Сол енді, сол сөзге қатысты не айтсаңыз болады? Неге қызым деп айтасыз? Мысалы, кейбір қайнаталар енді келін деп айтады, атын айтады. Бұл бір қыз сұрақ болды ғой, қызым, Сенен сонда маған не демекшісің? Мені қызың сияқты жақсы көресіз ба деген сұрақ па? Айта берсей сол. Енді қызым, мен саған былай айтайын. Мені ғана емес енді. Мысалға айтайын, жарайды, сен, Жұлдыз, Индира бәріңе солай айтамын ғой, жарайды. Енді сен мынандай нәрсені, мен саған, қызым, ренжіме, как она есть айтам, ренжімейсің ғой? Жоқ, ренжіме. Мысалға, сенің Аяның, ол менің ұлым екенін сен точно білесің ғой? Иә. Білсең.
Мен оны өте жақсы көрем. Енді балам ғой менің, дұрыс па? Мен жақсы көрем. Иә. Енді ойлап қарап отырсам, сол балам күндердің күнінде сені жақсы көріп үйге ертіп алып келді. Дұрыс па? Иә. Үйге ертіп алып келді ғой сені жақсы көргеннен кейін. Одан сен аяңға бір өзің еріп келдің да, маған Алланың қалауымен бір 3-4 жылдың ішінде 3 тәтті немере сыйладың. Дұрыс па? 8-9 жылдың ішінде. 8-9 жыл. Мейлі ғой енді. Иә. 3 немере сыйладың тәтті. Иә. Ол 3 немерені мен өте жақсы көрем. Өйткені ол мен қаным ғой, дұрыс па? Мен баламнан туған балдар. Мен қаным, мен жақсы көрем. А сол үшеу почему-то сені жаман жақсы көреді да, я. Почему-то, иә. Иә, сені жаман жақсы көреді. А енді сен ары қарай өзің ойланып қарашы. Мен сені жақсы көрмеуге вообще у меня есть другой вариант. Жоқ қой менде вообще ондай вариант. Мен сондықтан сені жақсы көрем, қызым. Басқа вариант бар ма? Жоқ қой. Балам жақсы көріп алып келді. Немерелерім сені жақсы көреді. Енді маған енді хочу я, не хочу, мен сені жақсы көремін, да? Как қызым ретінде жақсы көремін. Вопрос жоқ. Интересный вопрос. Жақсы, рахмет, баба. Сұрақтарымызға прям толықтай жауап бердіңіз. Енді. Рахмет. Түсінікті.